Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода грин салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы оңай және өте керемет дәмді шығады. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: тауық төс еті, моцарелла твердый сыры, 2 қияр, огурцы және де айсберг орам жапырағы. Бұны салат жапырақтарымен ауыстырсаңыздар болады, өз қалауларыңыз бойынша. Ең алдымен тауық төс етіміз маринаттайтын боламыз. Бұл жерде тұз, қара бұрыш және де паприка. Дәміне қарай саласыздар. Және де осының үстіне сұйық май құямыз азырақ. Біздің төс етімізге осылай жағып, кішкене 20 минуттай маринатта қалдыратын боламыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 20-25 минут қана пісіріп аламыз. Одан көп ұстамаймыз. Одан көп қойсаңыздар, сіздің етіңіз құрғақ болып кетеді. Қажетті заттардың бәрін біз видеода көрсетілгендей соломка қылып турап аламыз. Қатты майдалап тастамаймыз. Осылай ортасынан бір бөліп, әр бөлікті 3 бөлікке бөліп, ортасынан тағы да кесетін боламыз. Осылай неке соломка қылып турап алатын боламыз. Туралған қиярларымызды біз ыдысымызға салып шетке қоя тұрамыз. Мен моцарелла сырын алдым, твердый, ортасынан бөліп, бұны да соломка қылып турайтын боламыз. Қатты майдалап тастамаймыз. Видеода көрсетілгендей ұзыншақ қылып тілімдерге бөліп алып, біз сырымызды да соломка қылып кесіп аламыз. Осы салатқа қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын, өлшемімен. Осылай мінеке соломка қылып кесіп алдық. Сырымызды да біз ыдысымызға енді салып аламыз. Айсберг орам жапырағында соломка қылып турайтын боламыз. Ортасынан осылай бір бөлікке бөлеміз. Осылай неке соломка қылып тураймыз. Мен қатты майдаламай, кішкене ірі қылып турау қажет. Осылай мінеке турап алдық. Ыдысымызға сала тұрамыз. Біздің тауығымыз осылай әдемі болып піскен. Суытып алдық. 25 минуттай тұрып, әдемі болып пісіп шықты. Тауығымызды да осылай ортасынан бір бөліп, соломка қылып кесетін боламыз. Осылай мінеке кесіп алдық. Бәрін енді ыдысымызға салып біріктіретін боламыз. Осылай салып алдық. Енді біз соусын жасайтын боламыз. Соусы үшін бізге бір жұмыртқа қажет болады, яблочный уксус және де сұйық май, аскөк, петрушка, пияз қажет болады. Пиязды майдалап турап алдым және де бір чеснок қажет болады. Аскөгімді мен майдалап турап блендерға ыдысыма салып алдым. Пиязымызды, чесногымызды, жұмыртқамызды саламыз, үстіне бір шымшым тұз саламыз. Яблочный уксусымызды салып, сұйық майымыздың жартысын ғана құямыз, 2 бөліп қосатын боламыз. Блендерімізге салып, жақсылап біз езіп алатын боламыз. Бір қатар осылай езіп алып, қалған майымызды үстінен құйып тағдай езетін боламыз. Осылай мінеке майдалап алдық. Енді қалған майымызды құямыз.
блендеріміздің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Біздің соусымыз осымен дайын мінекей. Осындай болып шығады. Жап-жасыл әп-әдемі соус шықты бізде. Осы соусымызды енді салатымыздың үстіне салып, салатымызды жақсылап араластыратын боламыз. Жасалу жолы оңай, өте тез жасалатын салат. Жасап көруге кеңес етемін. Жақсылап араластыратын боламыз. Осы соусымызды қонақ дастарханымызға қоярдан бір жарты сағат алдын ғана араластырып ұсыну қажет. Қонақ келердің алдында ғана жасап шығару қажет. Өйткені суы көп бөлініп кетеді, көп тұрса. Осылай мінекей салаттарымызды ыдысымызға салып ұсынсақ болады. Біздің салаттарымыз осымен дайын. Жасап көруге кеңес етемін. Өте керемет дәмді болып шығады. Астарың дәмді болсын. Видео ұнаса, маған лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.